Армысыздар достар. Ұлттық арнада жайдарман әзіл-қойлар мен тапқырлар сайыстары. Сахнада жалындаған жастар, біз сайысымызды бастаймыз. Қымбатты достар, бүгін жайдарман әзіл-қойлар мен тапқырлар клубы жоғары лигасының 8-ден 1 финалдық бәсекесі. Сахнада тұрған командалармен таныстырып өтейін. Неліктен жастар маусымы сәйкестікпе биылғы маусымда жалпы жас командалар өте көп. Сондықтан да осы командалар қандай бізге лебап келеді, қандай бізге жаңалық келеді, оны маусым бойында сіздер бағалайтын боласыздар, танитын боласыздар, қуантатын боласыздар, жалпы барлық жаңалық алдам. Сонымен бүгінгі сайысқа түсетін командалар. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Күлтегін Астана. Команда құрамы 9 жас, тағы бір жас команда. Семей мемлекеттік медицина университеті, Медунивер, Семей. Алғаш рет Қазақстан КВН-дағы жоғары лигада Павлодар жастар құрамасы, Дарын.kz. Үшінші маусым жоғары лиганың шыңын бағындырмақшы. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, әдемі. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, құрамасы. Бұл команда тәжірибелі команда, сіздерге таныс болу керек. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженерлік университеті, Барыстар, Ақтау. Биылғы біріншіліктің гүлдері Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, тек қана қыздар, Алматы. Және тағы бір тәжірибелі команда Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қорқыт құрамасы, Қызылорда. Қазір алқасын енді жастар деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен бұл жандардың көңілдері өте жас. Көз тимесін. Марат Достаев. Қазақстан ұлттық телеарнасы төрағасының орынбасары продюсер Мәди Манатбек. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Абенов. Бәйтерек тобы, менің досым Ерлан Малаев. Және бұл жанда осы ойынға өте жақын жандардың бірі. Мен бұл жанның Қазақ алқасының құрамында болғанда өте қуаныштымын. Айтыскер ақын Айбек Қалиев. Бүгін командалар 3 сайыстан тұратын сынға түседі. Олар сәлемдесу, фото ширату және бір әуен аясында. Ендеше командаларға сәттілік. Іске сәт! Жалпы тақырып Жастық шақ ауылында сәлемдесу, бауырым, қай ауылдан боласың? Медунивер, Семей. Құрметті көрермендер, осыдан бұрын біз өз ойынымызды Есен аға арнаған болатынбыз. Бүгінгі ойынымызды біз Қазақстан ұлттық арнасының көрермендерін арнаймыз. Ендеше, кеттік! Ауыл тақырыбын бастасақ, тезек жинау жүрген бала. Көріңіздер, халқым менің. Сикаш! Сикаш! Жапонияда бірін-бірі 1 секунд көрмесе, қайтадан амандастыру дәстүрі бар екен. Көріңіздер, халқым, сіздер үшін. Konnichiwa! Kanama-san, shinkana! Kuna! Konnichiwa! Kanama-san, shinkana! Kuna! Ota-san! Konnichiwa! Kanama-san, shinkana! Konnichiwa! Kanama-san! Апчу! Саубол! Konnichiwa! Қазақтың салт дәстүрі тұсау кесер. Баланың тұсауын 90 жасар әжесі кессін. Әжесінің жолын берсін. Тәй.
машинамен алыс саяхаттарға шыққан кезде барлығымызда осындай жағдайлар болады. Жаным тоқтай салшы ана жерге. Не болды? Қысылып отырмын. Шақырым қалды шыдашы. Оны дөңнің қасына тоқтай салшы. Ой, сен де қоймадың ғой. Бар тез. Не болды? Машина келе жатыр. Сен қызықсың. Өт кеттің, бол тез. КамАЗ келе жатыр. Өт кетті, бош тез, бош, уақыт жоқ. Алдыға қарай жүре беш, артта атарба келе жатыр. Сонымен қарапайым Моншада болған оқиға. Сонымен жастық шақты еске түсірейік. Мектептегі дискотека. Әрине ол спорт залда өтеді. Спорт залының ортасында шыңғырып билеп жүретін 5-ші кластың қыздары. Осы кезде 11-ші кластың ұлдары шығады. Олар әрине билемейді, бұрышта жай ғана қарап тұрады. Арасында бір билегізетін ұл бар. Достарынан ұялып билемейді ол. Әрбір дискотеканы қарап жүретін белге бір мұғалім болады. Көзге көрінбей жүрген оқушыны биге шақырады. Мұғалімнен билегісі келеді, бірақ билемейді. Міне осы кезде вальс қосылады. Вальста аузында сағыз бар ұлдар билейді. Тұроншы емес қыз кетіп қалады. Оларды көрілмейтін бір бала болды арасында. Барлық мектепте осындай бір брейкер бар. Ол брейкерді көрілмейтін екінші брейкер бар. Бірақ оған ешкім мән бермейді, қайтадан орнына келіп тұрады. Барлық дискотека бірдей бітеді. Балалар күндізгі 4 болып қайтындар кеш қалды. Ойынның соңында біз Астанаға келген кезде, КВН келген кезде үйдегілер, Астана, КВН саған нан бола ма? КВН саған нан бере ма дейді. Құрметті Есін аға, бізге диплом, грамота, кубоктың қажет жоқ. Бір бөлкі нан беріңіздерші, үйдегілерге апарып берейік. Сіздердің алдарында болған суыққа төзімді медунивер Семей. Астана басқала, Астана жас қала, киелі одамыз. Таныс болайық, танысып алайық, Семейден боламыз. Медунивер Семей, намысын қорғайды. Медунивер Семей, өмірдің ақтайды. Семей мемлекеттік медицина университетінің ректоры Рақыпбеков Төлебай Қосиябекұлына Медунивер командасы алғыстарын айтады. Дарын.kz, Павлодар қаласының жастар құрамасы. Жайсыз жерде жабаға ауыл сенің іргелі, шай көйлегін бүрмелі, айтарыңды айтып қал оттыр мұңлы жүргелі. Қош болса біліп көргенше, қайта айналып келгенше, уәдені берік бол ең сенің күн өлгенше. Сәлем Астана, жастық шақ ауылда. Тақырыбын терең сіңіру үшін біздің команда мүшелері ауылға барып қайтты. Ана жолы ауылға барып қайттық. Білес жақтыңдар. Қайдан білесің? Мен көріп келмін ғой. Сосын келесі күні білесіңдер ме? Қора тазаладыңдар. Көріп келсің ғой. Жоқ, естерің әлі кетпепті, біраз алшақ тұрыңдаршы. Сонымен ауылдың аңқыған иісінен жігер алған жастардың әзілдерін қабыл алыңыздар. Ауылдың мектеп асханасында болған оқиға. Сәлемсет әте, маған бір булочка мен бір шай беріңізші. Жындысың ба, мұнда той өтіп жатыр ғой.
Бірінші курсты бітірген студент ауылда. Ту, әже, не істеватсыз? Сиырды бұлай саумайды ғой. Енді қалай сауат? Екі қолыңызбен бірінші екі желін аласыз, 3 пен 4-ті бір-біріне байлап қоясыз. Нәтижесінде қысым жоғарылайтындықтан бірінші екінші желден сүт ағып шығады. Оны қайдан білесің? Астана қаласының агротехникалық университетінің сиыр сауу кафедрасы. Ауыл болашағы біздің қолымызда. Ал біздің ауылда футболды дәл осылай ойнайды. Нұрғиста футбол ойнаушы. Ойнайық. Кірпіштен жерге қой. Кірпіш қой. Мына жерге кірпішті қой. 1, 2, хоп. Давай. Дұрыстап қоясың. Тоқта, алыстау, тепші, алыстау, я. Қал, тоқта. Оп, давай, теп. Гол! Гол емес. Қалай гол емес? Мен өз көзіммен көрдім, гол! Кірпіш үстінен отол штанга гол емес. Қалай, сек айтшы, гол ғой! Гол емес. Білмеймін. Құрметті темір тапсыратын адамдар, біздің темір қақпаларды ұрлай бербеңіздерші. Гол емес. Гол емес. Ұмайды кемпір шалғада, ал бізде жарнама. Егер сіздің балаңыздың ыстығы көтеріліп, күрс-күрс жөтелсе, Тек қана әжелеріміз біледі. Аналарға көмекке ескі микстура бар. Емші әжелеріміздің түкірігі отбасыңызды және балаларыңызды аурудан сақтайды. Ал өз сәлемдесуімізді біз КВНщик болған мектеп директорының сөзімен аяқтағымыз келеді. Құрметті оқушылар, сабақ оқим деп жүріп, КВН-дарынды білдіріп алмаңдар. Ауылың сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп қояйын сенді күн өлгенше. Ауылың сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Келесі команда елорданың намысын қорғау сынды ауыр міндетті мойнына артып отыр. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Күлтегін, Астана. Ауылым алтын бесігім, айқара ашқан есігім. Қай ауылдан боласың десең, ойланбастан саған жауап беремін. Астана. Ей балалар, қай ауылдан боласыңдар? Астанадан! Ха, қосшыдан екенсіңдер ғой. Жалпы мен көріп келмін, менің қызметім керек емес пе? Мен болашақты болжайым, нешінші орынның алатына дейін айтып берем. Жоқ, аға, керек жоқ. Мә онда мына тұмарды ал. Жоқ, керек емес, аға. Мә онда мына кітапты ал. Аға, әліппені не істеймін? Ей, бұл оқылған кітап, оқылған. Жоқ, аға, керек емес. Барлығымыз студентпіз, стипендиядан айырылып қалған бала. Жарайды. Бас аман болсын. Әр заманның өз биі бар екен. Мектептегі дискотека. Не Үште 4 фотосурет туралы ән. Көзіңді жұмсаң сен ауыстыратын, сурет көп жақсылап шыққан бәрін. Барлығы әдемі болған менен, сурет бар ешқашан ұнамайтын. Куәліктегі сурет. Көптеген танымал спортшылар саясатқа кетіп жатады. Сонымен боксшы ағамыз ауыл әкімі болса, халық алдындағы есеп беруі қалай болар екен?
болса қарсы аламыз 75 килограмм салмақта ауылымыздың әкімі. Бокс. Экономика. Біздің ауылдың экономикасы тек қана алдыға жылжуда. Біздің ауылымыздағы ақша айналымы өте керемет. Және де жемқорлыққа қарсы біздер көптеген амалдар. Нақтырақ айт, нақтырақ. Статистикамен сөйле, ұқтың ба? Фактілерді айт, нақты ұқтың ба? Жүрегім жаралама, жаралама, жаралама жаным. Менде жаңалық бар. Қандай жаңалық? Менделеев кестесіндегі кез келген элемент ол Қазақстанда бар. Ал Қазақстан Менделеев кестесінде бар екен, көп адам біле бермейді. Мысалға. Мысал қарайық, Менделеев кестесін алайық. Бұнда қазақтың руларының бәрі бар. Керемет. Қара, көк түс. Мысалға, әрбір түс өзінің жүздерімен белгілген. Мысалға, көк түс, Үйсін, Дулат, ұлы жүз. Керемет, керемет, керемет. Қызыл түс, Найман, Керей, орта жүз. Мәссаған. Сары түс, Беріш, Әлім, кіші жүз. Керемет, керемет. Бәрі бар, барлық ру бар. Мәтжан, анау бөлек тұрған жасыл түстер кімдер? Олар жүзге кірмейтін қожалар мен төрелер олар. Ол ештеңе, бұның ішінде қалалар бар, қалалар. Мысалы қарамын, Айыл, Алматы, Асы, Астана, Аты, Атырау. Көрдің ба? Керемет. Бір тізбекте тұрған. Орал, Сарыағаш, Семей, олар сутекпен жақсы әрекет ететін қалалар. Бұның ішінде тіпті КВН бар. Қара, Н-а назар аудар, Б барыстар, ал ДБ дегеніміз ол демеушіміз болашақ. Керемет, керемет. Жаздай жадыраған, жайдарман да жүздескенше. Елеукен, есен. Ойынымыздың соңын дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылға келген жас маманның басынан өткен диалогпен бітіреміз. Аға, мен ядырлы физика және нанотехнологиялар мамандығын бітіріп келдім. Маған қандай жұмыс бар? Шөп түсіріп тасташы бар. Күлтегін командасы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Сыдықов Ерлан Бәтташұлына алғыстарын айтады. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті әдемі. Құрметті көрермендер, өздері түсінгендей бүгінгі тақырып ауылдағы жастық шақ. Ақ қаздар ұшып барады, аспанды шырға бөлеп, аралап туған даланы ауылға қайтып келем. Міне импровизация. Мен ауыл жайлы айтып едім, бұл өлең айтты. Ай, керемет, 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 керемет. Шапқан сайын жүрегі арындайды. Сенші. Кім Алмат, ұят болады. Осы сахнаға шыққаннан кейін бірінші Есен ағамен амандасу керек. Дұрыс айтасың. Алмат, қайда баратсың? Әдепті бала алыстан амандасады. Ассалаумағалейкум Есен аға! Алмат, сен неге үнемі біздің командадан бөлініп жүресің? Біздің қазақ атамыз айтады, бөлінгенді бөр жейді деп. Дұрыс айтады. Бірлік бар жерде тірлік бар. Демекші, бұл ұғым қайдан пайда болды дейсіз ғой, айтып берейін. Бұрында шөл далада бір жас жігіт келатып, қоңырау шалып, достарым су алып келіңдерші деп айтқысы келсе, бірлігі бітіп қалған. Сол жерде осыдан пайда болды. Айналайын. Айналайын. Руслан, бұл періште біздің командада ойнамайды. Неге Алмат? Себебі оның аяғы ауыр. Қой, мүмкін емес, оның аяғы ауыр емес. Тексерейік. Шынымен де аяғы ауыр екен. 88 келі. Ақмарал, кешір, сен біздің командада ойна алмайсың. Алып кетем мен оны. Алмат, қайда алып баратсың? Қайда алып баратсың? Табиғи қажеттілігімді қанағаттандырамын. Ол қалай сонда? Менің қарныма шолмаған тамақ пісіреді. Шапқан сайын жүрегі арындайды. Жоғарғы лига 1-8. Әдемінің әдемі әзілдері. Достар, актерлік шеберлік мамандығына емтихан тапсырайын деп тұрған бала. Көрдіңдер ма қалай ойнаймын, көрдіңдер ма? Фамилия. Тамбаев. Тамбаев. Ал, дайындап келген дүниеңізді паш етіңіз. Паш. Этюд. Сен емес.
Сен емес, сіз емес. Мен қырғыз, Қытай, орыс қыздарына емес, қазақ қыздарына қайран қалам түнгі клубтарда. Таңертең басым ауырып дүкеннен таң сатып алам. Айнаға қарап, таң қалам. Неткен сұлу, неткен көркем, неткен ғажап, керемет мен. Жанары жаны жаздай жайрандаған қыз өссе, елдің көркі деген сөзді қапыссыз қалай айтқан қайран бабам. Тамбаев, ұялы телефоныңыз. Ұялмайды ол. Сенсорный. Да. Қуаныш сезімі. Керемет, алақай! Сенімсіздік. Жоқ. Жалған, өтірік, жалған. Жалған, өтірік. Жоқ, братан, жоқ. Қайғы. Жоқ. Кім? Неге? Қашан? Кім, не істеватсыз? Уайымдап тұрмын, уайымдап. Керемет. Сіз біздің актерлік шеберлік мамандығына өтіңіз. Құтты болсын. Мен сінбеушілік, керек ет сендердің актерлік шеберліктері. Тамбаев! Звондамаңдар маған, звондамаңдар. Әсіресе сен звондамаң. Мынау не? Сау болыңдар. Достар, кім білет, кім білмейді, сайлау алды үгіт насихат ежелден бері келе жатыр. Қазақстан ұлттық телеарнасы мен әдемі КВН командасы ұсынады. 1710 жыл қазақ халқының тағдыры шешілетін сәт. Хандар арасындағы сайлау. Хан, экологияға көңіл бөледі. Хан, қазақ шоу-бизнесін дамытады. Хан, нашақорлыққа қарсы. Хан, зейнетақыны 2 есе көтеруге күш салады. Хан, қазақ демографиясын дамытады. Хан, жемқорлыққа жол жоқ дейді. Хан, әрқашанда халықпен бірге. 1710 жыл хандар арасындағы сайлау. Көшпенділер партиясы ата шығайып тұрған ханға дауыс берейік. Махаббат келеді, көктемнің жарасы. Кешегі жұлдыздар, бүгін басқа балдар, болашақ жұлдыздар. Ойнады, талпынды, жарасты мәңгі. Жадаған Руслан Бақытжан, Ерхан Әли Ақылжан. Менің атым Алмат, өлеңге сыймай қал, сақтан бізден қарсылас, болар ятқа қалдырмас. 5-ші жыл сахнада, әдемі Ақтөбе, әдемі.
Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің ректоры Кенжебаев Кенжеғали Кенжебайұлына әдемі командасы алғыстарын айтады. Сахнада Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, тек қана қыздар, Алматы. Астанаға көктем кеш келеді, бірақ дәл осы қыздардың арқасында бүгін көктем. Бұлар Алматының гүлдері, талай жігіттердің арманы. Қарсы алыңыздар, тек қана қыздар. Вай, мыналарға әй дейтін, әже қой дейтін қожа, фас дейтін рекс болмай тұрғайын алайын. Ана бишара ана айтқан жігіт бар ғой, студияға барып айтқан сөзіне лайық болыңдар, әйтеуір мақұл. Ана көйлектерің әдемі екен, онша емес түрлерін жауып тұр. Мына кісілер кім деген десесіңдер? Кім? Гүл бұлар, гүл. Дұрыс айтасың, Мереке. Бұрыннан атам қазақ қыздарды гүлге теңеген ғой. Демек, біз гүлдерміз. Сол атаң жаман жаңылысқан ау деймін да. Атаң ғана емес, негізі бүкіл адамдар қыздар гүлге теңейді. Мысал, сол гүл, мен ойлаймын, егер де сол гүл деген ұғым өмірде болмағанда, жүрегінен де жаңа қырдағы арам шөптердің бірі болып жайқалып. Көктем келді, қыздар құлпырады де. Мына тұрған қыздар гүл болуға ұмтылады де. Бірақ мына үш қыз біздің сәнімізді құртып жатыр де. Түрің онша емес болса да әңмен өлтіреді кесін бұлай, жарайды. Сендерге хат келді ғой. Кімдерден? Қателескендерден. Екеуің де барсыңдар ішінде. Құрметті көрермендер, біз тек қана қыздар оқитын университеттен келдік. Сіздердің тілдеріңізбен жен, пи. Бірақ қазір біз университетпіз. Бізде жігіттер оқымайды, және біз қынжылмаймыз. Себебі бізге жігіттерден хат келеді. Оқиық. Құрметті қыздар дейді, сіздердің университеттеріңізде шынымен жігіттер оқымай ма не дейді. Осы сұрақта мен шаршадым, бар емес па, бізде оқымайды, бізде жігіттер оқымайды. Сіздер келіңіздерші біздің университетке құрметті сұрақ қойғыштар. Оңға қара, солға қара, жан-жағының бәрі сол қыздарды көріңдесе женбей жаға барыңыз. Ойбай, реклама жүрмін. Осы хатты жазған жігіттер, сіздер қай ауылдан боласыздар? Біздің ауылға қонаққа кетіңіздерші. Күтіп аламыз, әңгіме жоқ. Алматыдан Астанаға келдік міне жігіттер сендер. Бізге қара көңілдерге көктем сыйлар. Сіздер менен тек қана қыздар. Ойба, мыналарды қара. Күшті. Мынаны қара. Қаш, не болды? Туған бауырларыңды көргенде қуандың ғой. Ағаларың ау деме ұқсайсың. Мереке, мен Азизамын ғой. Сен Азизасың ба? Мен сен Ғазиз де қаппын. Жандыр мағыл, мына еген ғой жігіттің суретін ұстап, сен неге қыздың суретін ұстап ағасың? Мереке, бұл қыз емес, жігіт F4-тегі чеху ғой. Ойба, мұнан қараңыздар, мұнан жігіт дейді. Айналайын шашы менгінен сәлақ кішкентай. Түр менен де әдемі мұнаның. Құрметті қыздар, сіздер осы кәрістің жігіттерін көргенде бір бауырларыңызды көргенде қуанып кетесіздер. Кейбіреулер бар, осыларға пародия жасап жүреді. Опа, әрісі сәрәне. Жараспайды ғой. Айналайын қыздар, мұна қыстеке кәрістерден қап-қара болса да өзіміздің қазақтың жігіттері әдемі ғой. Осы қазақта ырым бар, ауылға барсақ та, қонаққа барсақ та, ана столдың бұрышына отырғызбайды қыздар. Бұрышқа отырма, отырып қаласың, бұрышқа отырма, отырып қаласың. Айналайын, осы бұрышы жоқ дөңгелек столдағы шай ішіп жүрміз ғой, болмай атыр ғой тегі. Айналайын, отырған сайын отырып атыр ғой ауылда. Қыздар, ауыл демекші, естеріңде ме бұрын ауылда? Түн батты бітті, жігіттердің барлығы қораға шығып сықырып. Көгет деп. Сонда біз торымыз екеміз ғой, шықпайтын едік қой соларға.
Біздің орымызға ана иттеріміз шап, ана бейшараларды арттарынан қуып, екінші рет бізге кеместей болатын еді, аналар. Сәл демалып сөйлесейсің. Иә, ауылда біздің иттеріміз шектерінің қабаған еді ғой. Мереке не болды? Үндемей қалдың ғой. Сенің үйіңде ит жоқ па не? Менің итім ауылда ең де ит болған ма білесіңдер ма? Иә. Бірақ ол жігіттер келсе қаппайтын. Неге? Қуанатын. Өмірде әділдік бар екен ғой деп. Қыз дегенің шарайына тиіп кетпе абайла. Тиіп кетсең егерде сынып қалады, жарай ма? Біз кеттік онда давай ма? Тек қана қыздар командасы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры Нүкетаева Динар Жүсіпәліқызына алғыстарын айтады. Жайдарман әзіл қойлар мен тапқырлар сайыстарын жалғастырамыз. Ортада Барыстар Ақтау. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбаны. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбаны. Сіздерді білмейм. Бірақ біздің ауылдың қызға кешкісін қырманның басында болады. Дәулет, ауылда одан басқа қандай қызықтар бар? Одан басқа қандай қызық емес. Ауылда бәрі қызық. Тіпті таңертең әтештен бұрын оянатын әкеміздің өзі қызық. Бәле, ара кеше Салиманың кезегіме өтсек, бүгін біздің кезек екен ғой. Давай, вперед, давай, кезекке шық. Жалғастыра беріңдер жігіттер. Тіпті ауылдағы әрестің ашылып жабылуының өзі қызық. Қалай? Енді ұлы сөзде ұят жоқ. Қораның әжетханалардың есігі 3 тәсіл арқылы жабылады. Көтересің, тартасың, жайлап ілгішті ілесің. Дәулет, мейкі ілінбей қалды. Онда ілгішті жібер, ұстап тұр да, адам бар деп айқайла. Тақырып қай ауылдан боласың? Әрине Маңғыстаудан. Тақырыпқа тұздық. Өзімізше қаланкіміз деп мақтанамыз, бірақ ата-әжелеріміздің бәрі ауылда тұрады. Ендеше, тұздығы құйылған тамақ дәмді болады. Ендеше, еттен ала отырыңыздар. Ас болсын! Ол сен емес. Театр тек қана қалада ғана емес, сонымен қатар ауылда да бар. Ауыл театры өзінің рөліне сай гримделмеген әртіс. Қайнаға, Ау Келінжан, сәлем бердік. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын сол. Қазақтың келіндері өзінің қайнағаларының аттарын ешқашанда атымен атамаған. Тоқта. Майы қызметкер Жоламанбек бол, құжаттарыңыз. Ассаляматсыз, құжат дейсіз бе? Мен ағай кешіресіз, құжатымды ұмытып кетпін. Қызықсыз, сіз жол ережесін бұзып келе жатсыз. Қызылдан өттіңіз, белдік тақпағансыз, құжаттарыңыз жоқ, ішке жүріңіз. Мен сізге протокол толтырам. Ағай жібере салыңызшы, қасымда енем бар еді, асығыспын. Қайнағаңды айт, ана, қайнағаңды айт. Ағай, менің қайнағам май қызметкері ғой. Кім деген аты кім? Ей, мұртты қайнағам. Қазір май қызметкерлерінің көбінде мұрт бар, менің өзімде мұрт тағып алғам. Атын айтыңыз, болмаса жүріңіз, сізге айыппұл жасам. Ей, ана мұртты қайнағамда мынандай жилеті бар, үстінде қолында қызыл таяғы бар, шығаратын. Бүкіл май қызметкері дәл осылай киінеді, атын айтыңыз, болмаса. Айтшы, былай қитайып отырамын, айт. Орынбай Наурыз полковник. Ол сен емес. Ақтаулық бала бір Астананың жоғарғы оқу орнына студент болып оқуға түсті. Саламатсыздар ма студенттер, міне жылдың басында сіздерге таныстыра кетейін. Бұл студенттік билет. Зәт таппай анау. Бұл зат емес, ең зәт. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Кішкентай кезімізден сүйіп, тыңдап өскен бауырсақ ертегісінен үзінді. Колобок, мен сені жеймін. Сен мені жей алмайсың. Неге? Мен сенің аузыңа сыймаймын ғой. Мен сені бәрібір де жеймін. Сен мені жей алмайсың, мен сен ағаларыма айтып берем. Ағаларың кім, шақыр? Ағал! Кім ол? Кім? Не? Міне. Кімсіңдер? Біз жет шелпекпіз. Жет шелпек, жетеу болады, сендер үшеусіңдер, төртеуі қайда? Төртеуін көршілерге таратып жібердік. Ол сен емес. Жаңа түскен келінге абысындарының арнаған жарнамасы. Ойбай, ішің пісті ма? Құдай, қасқа не істерін білмедсің ба? Ей, қасқа, қайным жұмысқа кетіп қалды ма? Онда карточка ұрып шайдайын деп қойка, 5-ші айына барамыз. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын.
Кешке таман жатар кезімізде көптеген жағдайлар орын алады. Сол жағдайлардан хит барады. 3-ші орында. Ерлан, қолдама ше. Тұршы. Орныңа бар жатқа, ырбый футбол көрімде ұқтақ басын. Жат. Ұқтама. Ал енді 2-ші орында. Туған бе құшы. Туған бе қоя құшы. Мен істедім мен. Мади қоя құшы. Құрсын не бірді түткі жүйері құшы. Ненге түт құрсын. 1-ші орында. Ерлан. Шетте жатсың ғой, порчикін аш. Қойш дәулет, шаршауат, өзің аша құш құрсын. Қарайсың ғой, жағдайыңа шыдайтын сен ғой. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен досың араймын, аманат араймын, бағыма балаймын. Қалай қымбатты көрермендер, ет тәтті болды ма? Онда ет жеп болсақ сорпадан ал отырайық. Не дейді? Сор пішпейім дейді? Жындысың ба, витаминің бар сорпада ғой. Үш. Не қылдейді? Ет қатты болды дейді? Қанша дегенмен кәрі түйен еті ғой, таңертең 7-те салып, кешкі 9-да қайнат. Ет жеп болсақ онда ас қайрайды. Құдайым оңдасын. Еш жамандық болмасын. Бес көтерген жүреге не дейді? Бес көтермейім дейді? Көтер, бесте витамин бар сода ғой. Ол сен емес, сен үшін болған. Құрметті көрермендер, сөзіміздің соңын Шымкенттен көп шығатын ләззат, жан мен тән, қылмыс пен махаббат секілді газеттерді көп оқитын ауылдың қызының сөзімен аяқтаймыз. Бәріне жездем кінәлі. Ол сен емес, сен үшін болған. Барыстар күн командасы Шахмардан Есен атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженерлік университетінің ректоры Әбжапаров Әбдімұталып Әбжапаровна алғыстарын айтады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Алматы. Армысыздар, қымбатты ауылда флякпен су тасқанда фляктың қақпағына тас тірек қоятындар. Жалпы қымбатты көрермендер, алдарыңызда Алматы, Мәдени Астана, Қазақ ұлттық университеті. Біздің университет әлемдегі университеттердің бірі. Не айттым мен? Қазақ ұлттық университеті, ұлттық арнада. Мынау кім? Азияда ойын аяқталғаннан кейін жұмыс істеп жүрген барыс қой. Жайрақ сөйле. Барыстар не сөйлей ма не? Тіпті сөйлемек түгіл, Ақтаудың барыстар КВН ойнап жүр. Алдыңғы жыл финалға өтті. Мүмкін мына жігіттер де финалға өтер. Жалпы қымбатты көрермендер, мән бермей қойыңыздар, біз көз жүгіртсек ойын тақырыбына. Біздің командамыздың 80% ауылдың балаларынан құралған. Тоқта. Қалан кім ғой мен? Аманжан! 80%-ына төртеуміз. 20% ол сен қаланыкі. Сен не қорқуатсың? Тұрын аяққа. Сен мен шаршатып бітірдің. Пойызда анау. Мади суға барып кел, бұл станцияда пойыз 20 минут тұрады. Қалдан Мади ана станцияда. Отырған Мадияға. Ол Мади емес! Солдыға! Жүр аяққа. Бекзаттан таяқ жеп қалдың ба? Кездесеміз әлі. Қайттан жабылып кетті аналар. Өмір Астанаға келген сайын жабылып кетеді. Кімдер? Жалпақтастың балалары ғой. Мен көршілерім екен ғой. Бауырым, өзің қай ауылдан боласың? Өздеріңіз білетіндей, сәлемдесуіміздің тақырыбы бауырым, өзің қай ауылдан боласың? Тұршы орныңа. Мен большевиктікімін ғой. Большевик, ол қай жақта? Шығыс Қазақстан облысын білесің ба? Сол жақта Семей қаласы бар ғой? Соның жанында Көкпекті ауданы бар. Сол жақта большевик. Большевик, ол қай жақта? Сен мен мазақ қылып тұрсың ба? Ал өзің қай ауылдан боласың? Қордай? Қордай ол қай жақта? Алыста? Жалпы көрермендер не жүр? Бека, біз көрермендер емеспіз. Баяғыдан бері бір командада ойнаймыз ғой. Көрермендермен біз не, баяғыдан бері ойнап жүрміз ба не? Бекзат, бір команда емеспіз ба? Қандай әдемі дауыс. Қандай салиқалы дауыс. Қай жерден шықтым? Мына жақтан, рахмет. Сенің түрің өте әдемі.
Өте тартымды екен ғой сен түрің. Мен кеше. Ойыңды бөлмей тұр. Сен түрің, сендей түрлер ұлттық арнаға керек. Денис сияқты, Мехмет сияқты түрлер. Сен біздің хабарлаушымыз боласың. Бекзат, мен ғой команданың хабарлаушысы. Аманжан, гүл алып кел. Бүгіннен бастап Қасымов Абылайхан ұлттық құрама КВН командасының актері. Құтты болсын. Рахмет. Абылайхан, жарайсың. Рахмет. Есен аға, 1-8 финал құтты болсын. Қазақ ұлттық университеті біздің сыйлықтар толып жатыр. Біз бастаймыз, достар. Құрметті көрермендер, сонымен көз алдымызға елестетейік. Қазақстандағы кез келген ауыл кешкі сағат 8, Оралда кешкі сағат 7. Айтпақшы анау, кеше қойың таптың ба сен? Таптым ғой, көршілердің үйінде болыпты. Айттым ғой саған біздің сен қойың жоқ деп. Бөтен қой бар ма? Кеше бір ауылға бір ақ машина келді ғой. Ағам ғой қаладан келген. Қандай маркасы машинасы? Мерседес. Қандай дейді? Мерседес. Сараковка ма? Білмеймін. Мерседес деген Сараковка ғой ол. Сараковка ғой ол. Не алып келді ағаң? Маған күшті телефон алып келді. Қандай? Сенсорный деген. Қандай дейді? Сенсорный. Мынау ағаң өтірік алдап жүрген сені. Неге? Кнопкасы жоқ қой мынаның. Істемейді мынау. Қайсы берші. Істемейді мынау. Айтпақшы саған бір өтініш бар. Сенің мамаң орыс тілінен сабақ береді ғой бәріне. Иә. Маған бір 5 қойып берсін. Ой, қорқам, ұрсады мамам. Жарайды. Айтпақшы сенің папаң су қосады ғой бүкіл ауылға. Қашан қосады? 9-да қосу керек, бірақ бүгін қоспайды, қонақтар келді ғой үйге. Мейлі, жарайды. Айтпақшы сенің тәтең почтада зейнетақы береді ғой. Апам күтіп отыр, қашан түседі зейнет? Осы апта түспейді дейді ғой. Жезден қой кезегі ғой ертең шыға ма? Шықпайды ол. Абылай? Ау. Бүкіл ауыл саған тірек қапты ғой, Өздеріңіз білетіндей, жазда 2012 Лондон Олимпиада ойындары өтеді. Сонымен бір сәт көз алдымызға елестетейік. Олимпиададан кейінгі қорытынды жиналыс. Мен көріп отқандай 5 алтын медаль. Бұл біз үшін үлкен көрсеткіш. Қалай, жақсы болды ма бәрі? Жақсы. Қарындарың ашқан жоқ па? Жоқ. Мен анау Гавайда демалып жатып ойладым, осылардың ақшалары жетпей қалады ау деп. Қалай, жақсы ма бәрі? Айтпақшы анау марапаттау рәсімінде ескі әнұран қосылып кеткен жоқ па? Күлмеңдер. Француздардың күлгені жетеді. Іске көшейік. Қай спорт түрінен бардың? Мен бокстан бардым. Дайындығың күшті екен. Сен әкім боласың. Қай ауылдың әкімі? Қай ауылдың дейді, сол жердікі боласың. Сосын пәтер деп атады. Пәтер, көлік бәрі соның ішінде. Сен қай спорт түрінен бардың? Мен негізі синхрондық жүзден бардым. Қанша мемлекет өтті финалға? 4 мемлекет өтті. Қиын болды ма? Қиын болды, бірақ біз бәрін жеңіп шығып, бірінші орын алдық қой. Саған пәтер сыйлыққа. Бассейн ше? Жарайды, бассейн. Пәтер ше? Пәтер ма, бассейн ба? Көлік. Бассейн саған. Рахмет. Мен түсінген бойынша жаңа синхрондық жүзудегі сенің жұбың ғой. Жоқ, мен жұбым ар жағындағысы ғой. Сендер шынымен бірінші орын алдыңдар ма? Иә. Сен қай спорт түрінен бардың? Мен жүгіруден бардым. Әрине Лондонда, Мәскеудің, Алматының мықты жүгіретіндері жиналған. Әбіләзов, Лужков. Мынау сендердің бас бапкерлерің ау деймін. Иә. Біріншіден бұл жеңіс жігіттердің жеңісі. Екіншіден бұл жеңіс сіздің жеңісіңіз. Үшіншіден бұл сіздің костюм шалбарыңыз. Енді барлығына пәтер сыйлап жатырмыз сізге. Енді барлығымыз ойландық енді не сыйласақ болады деп. Сізге енді шын жүректен рахмет. Жақсы, ауылдарыңа қайтыңдар. 2 жылдан кейін осы жерде кездесеміз. 2 жылдан кейін не үшін? Сочиға қысқы олимпиадаға мен барам ба, дайындалыңдар бар. Жалпы достар, соңына келетін болсақ, ойынның арқасында бір жастық шақты еске алайық. Естеріңде ма? Барлығымыз кішкентаймыз. Ауылда көшеге шығып футбол ойнайын деп жатқанда, мен тұрып, бүгін футбол ойнағанда мен Рональдо болам деп айтатын. Одан кейін барлық меңгеме келіп сек ойнайтын едік қой. Сен айтатынсың, жігіттер үйлеріңе қайтыңдаршы, блок питаниям қызып кетті деп. Содан кейін бұрында диск деген жоқ, бәрінде кассета алмасып кино қарайтын едік қой. Айтпақшы, Бекзат, мен кассетамды қашан қайтарасың? Рахмет. Содан кейін алдында балалармен қой кезекке барғанымыз жоқ, қасқылдыры шабуылдаған еді ғой, қасқырлар. Сен басқа ауылдың жігіті сияқтысың, айта беріңдер. Содан соң естеріңде ма? Ол да есімізде, ол да керемет, иә. Сосын естеріңізде ма? Барлығымыз қарбыз жеп отқанда үлкендер келіп, наммен жеңдер әйтпесе. Қымбатты көрермендер, Урал велосипеді естеріңізде ма? Мынандай темір бар. 2 темірдің ортасына аяғымыз салып айдаушы едік қой. Сол. Түйін.
Ауылға орып тұрайық, достар. Өміріміздің қызық кезеңі ауылда өтіпті ғой. Алматы, Астана, жастық шақ ауылында, ауылға бір оралдық, ойынның арқасында, кәрінде, жасында, ауылдан өсіп шыққан, ауылым сақталған, жүректен орын саған. Қазақ ұлттық университеті ұлттық арнада, жеңісті күндері жүздескенше. Қазақ ұлттық университеті құрамасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлына алғыстарын айтады. Және соңғы сәлемдесу бауырым қай ауылдан боласын, Қорқыт құрамасы Қызылорда. Жайдарман. Көрермен көтер жексенбі сайын Қазақстан ұлттық арнасын. Қорқыт құрама, кімден сұрама, мақтан тұтатын ордасын. Арнайып біздер жүректен, қорқытпыз сіздер жүреткен, әзіл кеш тапқырларды халық қолдасын. Жайдарман, жайдарман, аңызға айналған, болашақ дауысымыз естілсін айлардан. Жайдарман, жайдарман, қазақша ойналған, көңілді әзілдерден талай жас ойланған. Мезгілдің көріктісі құлпырып көктемде келді. Көктемде қыздар құлпырып, жігіттер құтырып, төртілік мал түлеп маңырап, ауыл жаңғыратын, жастар қаңғыратын, үстіне Армани мен Дольче Габбананы киіп алып сән қылатын, ауылдан шықса да қаланыкімі деп ән қылатын достар. Қалайсыңдар? Құрметті достар, біз амандасып болдық, ал енді өтте өзінше оқыған гламурный қыздар қалай амандасады екен? Салют, хлопушка. Ой, жалай, сәулем сені алай. Ой, Құрметті достар, бір сәт тарихқа көз жүгіртіп көрейік. 18 ғасыр хан ордасы бір түрлі уәзір. Мегадағыдай істеп қойыпты ғой. Тақсыр! Датың болса айт! Неге екі қолмен істеп тұрсың? Екі мәселемен кеп тұрмын ғой. Айт мәселеңді. Датым бар. Айт датыңды. Ой, дат дейді, дат емес. Ха? Дат емес, әшейін халықтың аузына әңгіме ғой. Айтса енді. Ол жерде әңгіме өкіді ғой, нәнді әңгіме, дат қып айтып барды ханға. Айт дейм. Өйді құлақ болып кетпейін ба? Бош, айтшы. Бош емес, хан, дат болып жатыр ғой. Не дат? Дат, темірдің даты. Бош дез, айтшы. Не батыр ғой, жау шауып батыр ғой. Ха? Жау шауып батыр ғой. Не? Далада жау шауып тұр. Не дейді? Далада нөсерлеп жау шауып тұр. Жау шауып тұр? Қара бұлт келатыр, жау құяды. А? Жау шауып тұр. Жау шапты ма? Иә, жау шапты. Қой, жамандық шақырмай. Жамандық шақыра жоқ, өзі келді. Ей, хан! Мұнауың кіме? Жау ғой. Ей, хан, еліңді жеріңді жаулап алам. Ей, хан, елің жерің жаулап алам. Әскерлерін шақыр, шайқасқам. Әскерлерін шақыр, шайқасам. Жоқ, мен түсінбедім. Бір-бірімізді түсініп тұр ғой, менің сөзімді неге аударып бересің? Бізде қазақ пен қазақтың өзіне аудармашы керек. Саясат. Ей, жоқ. Неге дұрыстап айтпайсың? Жау шапты деп. Не дедім мен саған? Дау шапты, жау шапты дедік қой? Дұрыстап, жау шапты деп неге айтпайсың? Мен дұрыстап айтса, жау шапты дедік қой, жабылды. Ей, айтқан жүрсің ба не? Неге дұрыстап айтпайсың? Айтсам, не болды, жаудан ұят болды құрбысқа? айтсай анаған. Сен қоя тұршы бар. Мен түсінмей Қоя тұршы, біз сөйлесіп алайық. Сөйлесіп алыңдар, мен ана жерде естіп тұрамын.
Анамыз ұят болды, жаудан жеймін айттым мен, айтамын. Ол енді жау шапты деп айтпайсың ба? Қайдан білесіз, дайын шығар. Не болды ма? Түк дайын емес, ұят болды ғой. Дайын болмай қалдық қой. Не болды? Жылап кеттіңдер ғой. Қош айналайын еді. Дайын емеспіз. Кейін келші. Сен де келмейтін кезде кел. Сосын кел. Қашан келесің? Бір айдан кейін келші. Бір айдан келемін. Дайын болыңдар. Жыламаңдар, Жыламаңдар, Кеп тұр. Дайын болыңдар. Аха. Оқо дейм. Ой, ой, жанай, сәулем сені алай. Ой, ой, жанай. Ұлы сөзді ұят жоқ. Қазіргі замандағы жас жұбайлардың алғашқы түні. Жаным, осыдан кейін үйленеміз ғой, а? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ал енді шығысқа қарай бет бұрайық. Қытай еліндегі көшедегі ерексу. Қайсы? Ой, ой, жанай, сәулем сені алай. Ой, ой, жанай. Биылғы оқу жылында жаңадан сабақ енгізілді. Ол сабақтың аты Жылау сабағы. Көріңіздер. Не тез қарап отырсыздар бәрің? А мен артынан келдім ба? Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз апай. Нелерге мәз болып тұрсыңдар жылау сабағы ғой? Үйге тапсырма орындадыңдар ма бәрің? Жылатам шеттерінен, түсіңдер ма? Еңірейсіңдерге класс бойынша. Кезінде бізде жылағанбыз осылай. Сен тұрш, жыла. Жыла. Ежелеме дұрыстап жылай. Жыласай. Не істеп тұрмын, екі жылаудың басын қосамайды ғой. Апай, кеше үйде адам... Жыласай. Не жылауымын, сен ағаң кезінде мектепте қалай жылайтын еді? Сен ағаң бірінші, екінші класста жылағанда мектеп көшіп кететін. Ағам ұқсамаған. Сен жанұяңмен жылау ұқсын, білесің ба? Сен бірақ тартпағансың оларға. Неғып жыламадың, айтшы, неғып? Апай, кеше үйде адамдар көп болды. Иә. Той болды, қуаныш болды. Жылай алмадың ба? Жылай алмадым. Отыр. Отыр. Сен тұрш. Тұр. Өмеш. Жыла. Міне. Мәнерлеп жылайды, қараш. Жылағанын қараш, Мейрамбекке ұқсайды. Жылап, қараш. Тоқташ, тоқта. Анау не қолыңда? Шығар аға қолыңда. Мен саған қашан айтамын шпор пайдаланба деп. Ой, ой, жанай, сәулем сені алай. Не мынау ұстап ағаң? Салып қой қалтаңа. Семейме артына ұстап тұр. Дұрыстап жыла. Жылаймайым мен. Жыла. Жылаймайым апай. Жыла деймін. Қалай жылаймын апай мен? Осы классный фондқа ақша жинаймыз ғой, жылап шығасыңдар бәрің, Жыласай. Отыр. Сен тұрш. Мынау кім жаңадан келген ба? Жыла. Өлі, апай, мен күлкі сабағын дәптерін әкеп қойыппын. Күлкі сабағы өтіп кеткен айналайын. Сен қаяқтан ауысып келдің осы? Шудан. Шудан? Сен қиын онда, сен бұл сабақта екіге шығасың. Ой, ой, жанай, сәулем сені алай. Не істеп отырсың, ау? Дайындалып отырмын, апай. Ішіңнен дайындал, бәрібір дайындалып отырғыз ғой, тұрш. Тұрш. Жыла. Сен мына жылағыңмен қалай беске шығып жүрсің, жыла. Жыласай. Болды апай, осы жерге дейін ғана жыладым мен. Ой, ой, жанай, сәулем сені алай. Бері кел. Кіріп оламын апай. Кіріп тұрсың ғой айналайын, Или мен ба кіріп тұрған? Білмеймін. Не қылшы, кешігіп қақта жүрсің? Қақта жүрсің кешігіп? Көшеде болдым. Бәрібір кешігіп келдің, отырсай сен не қылсың? Бәрібір кешігіп кел, жылатайықшы осын. Жыла. Жыламайым апай мен. Жыламайым мен. Қой. Ойлан. Жыламайым мен. Ойбай. Не деген мимикам мынау, жыла. Жыламайым мен. Жыла деймін мен саған. Мен класстың көзінде жыламайым мен. Жыламайым деп, жыламайсың ғой? Жыламайым, еркекпін, жыламайым мен. Жыламайсың ғой? Жыламайым ал. Жыламайым мен. Жыламайым. Жыламайым деп қойды, жылатсаң жылайтын баласың ғой? Жыламайым мен. Неге өз еркіңмен жылап үйренбейсің, Отыр орныңа. Ертең практика. Қақта? Ана бағылдан қызымен ажырасып кеткен еді, қосып жылаймыз бірге барып. Nossa,
nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Құрметті достар, ауыл жайлы әңгімені тарқатып айтатын болсақ таң атады. Бірақ десек те нағыз мықты тұлғалар ауылдан шыққан. Біле білсеңіздер, қазіргі жоғарыда отқан ағаларымыздың да көбісі сол ауылдардан. Бірақ айтпақшы, сол жоғарыда отқан ағаларымыз неге бір сәт болса да төменге қарамайды? Қызықсың Нұрлыбек. Жоғарыдан тұрып төмен қарасаң басың айналады ғой. Достар, дегенмен қанша бастарыңыз айналса да күлкіден айналсын. Қорқыт құрамасы. Жанымдағы жасы, әзіл менен досы, жазай берсем әзде мәңгіге. Әзіл менен шындық, қыран болса жүйрік, қорқыттан шығады бәрі де. Жеңіс туын тігіп, әзіл десе көліп, кездесерміз мүмкін әлі де. Қазақ елім жаса, жаса мәңгі жаса, жараса әзілін сәніңе. Қорқыт құрамасы Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректоры Бейсенов Қылышбай Алдабергенұлына алғыстарын айтады. Сәлемдесу аяқталды. Енді келесі сайысқа көшеміз. Ширату, жай ширату емес, фото ширату. Командалар ортаға. Мед универ Семей, жоғары бал Беспай. 4-4-4-5-5. Барыстар Ақтау. 5-4-5-5-5. Дарын нүкте Кезет Павлодар. Барлығы 4 ұпай. Әдем Ақтөбе. 5-4-5-5-4. Күлтегін Астана. 5-4-4-5-4. Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. 5-4-4-5-5. Қорқыт құрамасы Қызылорда. Барлығы 5 ұпай. Тек қана қыздар Алматы. 5-4-5-5-5. Сәлемдесу бойынша ұпай сандарына кезек береміз. Медунивер Семей 4,4. Барыстар Ақтау 4,8. Дарын Кезет Павлодар 4 ұпай. Әдемі Ақтөбе 4,6 ұпай. Күлтегін Астана 4,4. Қазақ ұлттық университетінің құрамасы Алматы 4,6. Қорқыт құрамасы Қызылорда 5 ұпай. Тек қана қыздар Алматы 4,8. Ал енді екінші сайысқа кезек береміз. Қазір мына экраннан суреттер беріледі. Командалардың сол суретті баяндайтын, яғни әзілдеп жеткізуін бағалайтын боламыз. Жоғары бал 6 ұпай. Шөп дәуіріндегі трактор. Әкім ауылға трактор алыпты, халық сеніп жүр. Сол. Тез тұтанатын трактор. Келесі сурет. Сенбілік бітті. Сол. Ақтөбе. Жаңағы тракторды істеген қыз ғой мынау. Енді аяқпен жүреміз. Ой. Астанаға көктем кеш келеді. Қызылордаға қатысы жоқ табличка. Бұл пілдің есігі шетінде болғанымен арт жағынан кіресің. Қыздар. Заман талабына сай жаңа зоотехнология. Піл дәуіріндегі такси. Қазақ ұлттық университеті. Пілси. Бауырым қай ауылдықсың? Қазақстан Республикасы бірлігіміз жарасқан. Мұрным ішінде тұр. Тіреді сүйек.
Ақтау. Қалай ет тәтті болды ма, енді сорып ішейік. Берік пен Серік еріктен сүйек сұрапты. Берік пен Серікке сүйек бермекпен, Берік пен Серік ерікті періп кетті. Дәулет, осыларға жей салсын ше. Табиғи кальций детринекамет. Көтеріліп кеткен есек. Өзіне көп аласын есек. Сен айтып кеттің, жастарға жол берейік. Жастар маусымы. Қыз ауырма, түз ауырма деп тұрған есеге ойым мұны. Келесі. Астанадағы ең мықты автотұрақ. Медунивер. Қызылорда әкімнің парковкасы. Солай ма? Жоқ. Я. Медунивер. Үлкен бе? Рахмет, но не дейміз енді. Зәулім ағашқа асылайы керкем-ай. Рахмет. Келесі. Фото ширату. Жоғары бал 6 ұпай. Медунивер Семей. 4, 6, 5. Барыстар Ақтау. 4, 5, 6, 5. Дарын Кейзет. 4, 6, 4. Әдеп Ақтөбе. 5, 4, 6, 5. Бұл әдемі. Күлтеген Астана. 5, 6, 5, 6, 6. Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. 5, 6, 5, 6, 5. Қорқыт құрамасы Қызылорда. Барлық 6 ұпай. Тек қана қыздар Алматы. 5, 5, 5, 6, 5. Ширату сайысы бойынша командалардың ұпай сандары: Медунивер Семей 4,4, Барыстар Ақтау 5,2, Дарын Кейзет 4,4, Әдем Ақтөбе 4,8, Күлтеген Астана 5,6, Қазақ ұлттық университеті 5,4, Қорқыт құрамасы Қызылорда 6 ұпай. Тек қана қыздар Алматы 5,2 ұпай. Рахмет, олай болса, қымбатты достар, енді соңғы сайысқа кезек береміз. Әдемі Ақтөбе. Ақбосаға аттады қазақ депутаттары, сайлауларға түсіп алып бірін-бірін тапқаны, парламентте жиналып тәтті ұйықтап жатқаны, шындық айтып көрінер сайлау алды сөздері, көздері, өздері. Тек мәңгі, 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 мәңгі болыңдаршы ақылды, алдамаңдар халықты, шындық туын көтергенде жол болсын құтты. Парламенттің төрінде еді ойлап егерде, қазақ аман бүгінде. Жиналған жұрт ағайын, футбол әнін салайын, біраз жылдар ойнатып байырдық біз талайын. Евросайыс ойынын мен арман деп алайын, қақпамызда бүгінде өзгелердің доптары, доптары, доптары. Тек мәңгі, 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 мәңгі қорғаңдаршы қақпаны, қағыңдаршы доптарды, жұрттан көріп үйреніп салыңдаршы жолдарды. Жасыл алаң төрінде, жеңіліспен көрінде, тәуелсіздік кезінде. Құрметті көрермендер, біз үнемі Қазақстан футбол құрамасын жамандаймыз. Әрдайым сәтсіз ойнайды деп біз оларды ойламаймыз. Бірақ басқа жағынан алып қарасақ, біздің футбол құрамасының арқасында біздің көшелерде әзілдер өте көп болып жатыр. Біздің қақпамызда бір жыл ішінде көптеген голдар салынса,
Ол да бір өзінше көрсеткіш. Соның арқасында біз енді бүкіл әлем таниды. Қазақстан футбол құрамасын қолдаймыз. Жайын қозғап ауылдың, тума-туыс бауырдың, жарық су мен отынды сатып алу ауыртым. Аурухана, мектептер, ішінде аз қызметкер, жас мамандар қалада қайдан болсын ізгіскер. Дипломмен ауылға, тек мәңгі, 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 мәңгі. Келіңдерші ауылға, көмектесші бауырға, келем деген маманға, ей, жол болсын құрты. Ойланып сен қалдың ба, қаймақ құрдың алдында, рахат өмір ауылда. Бір әуенді сайыста, шырқап әнге салайық, жолы болмай 2 жыл командамыз қалайық. Чемпион болу мақсатым, финалда біз барайық, жоғарғы лига ойыны алдарында әдемі, әдемі, әдемі. Тек мәңгі, 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 қолыңдашы көрермен, көрінейлі көрермен, қазақтың ойынында, ей, жол болсын құрты. Сахнаның төрінде, ұлттық арна өрінде, көрерменім ерімде. Қолыңдашы көрермен, көрінейлі көрермен, қазақтың ойынында, ей, жол болсын құрты. Сахнаның төрінде, ұлттық арна өрінде, көрерменім ерімде. Қолыңдашы бақытты, арнадым ақ тілекті, айрылмас болсақ. Бір әуен аясында күлтегін Астана. Айдын сен алмай қайтып бересің. Отыршы алмай қайтып. Тыныш, тыныш. Енисей мен Еділді шатыстырып картадан, ең алғашқы махаббат басталады партадан. Күндей таза көңілі қардай аппақ барақтан, ең алғашқы махаббат басталады сабақтан. Күндей таза көңілі қардай аппақ барақтан, ең алғашқы махаббат басталады сабақтан. Кешіріңіз ағай, кіруге бола ма? Қайда жүрсің? Әкемнің көлігін қар басып қалыпты. Қайдағы қар, қайдағы көлік кешікпесеш? Біреу айтар жаман деп, біреу айтар дәуір деп, Астананың көктемі басталады сәуірде. Әй бала, кешіктің бе болды, кірмейсің, бар, боссың. Ағай, мен класс қорына 500 теңге алып келдім ғой. Ой, айналайын, кіре ғой, кір, отыр, жарайсың. Айта алмас ем ерте деп, айта алмас ем кеш деп те, парақорлық негізі басталады мектепте. Әй балалар, мен журналымды ұмытып кеттім, барып алып көрейін, шуламай отырыңдар. Кешпегенде басынан, сенбе мейлі, сен мейлі, шаштан тарту қыздарды денсаулыққа емдейді. Керек болмай өмірде, қолданылмай кетсе де, сиыр сауып үйрену басталады мектепте. Соған кет қалдым мен, сабақтан қашам. Кет, қашам. Жүр, қашам сабақтан. Кетті мен, достар. Ел ақшасын жиып, қажетіне жаратқан, шетел асу дәстүрі басталады сабақтан. Әй бала, сен неге қашасың сабақтан, а? Мен сенің атаның айтқан, бұрышқа тұр. Тұр бұрышқа, тұр деймін бұрышқа. Тұр. Отырайыншы апай. Айта алмас ем ерте деп, айта алмас ем кеш деп те, КВН-ді жүргізу басталады мектепте. Ой бала, Енисей мен Еділді шатыстырып картада, болашақтың негізі қаланады партада. Күндей таза көңілі қардай аппақ барақтан, азаматтық ұстанып қалыптасар сабақта. Болар бәлкім қамалы, болар бәлкім қақпасы, мектептегі тәрбие
тәрбиенің патшасы. Барыстар Ақтау. Қалалық қыз жаным Фарида, дипломмен келші ауылға, хей ауылға, дипломмен ауылға, түйе сиыр сауылға, одан қалса жүн түтіп, шұбат сатуға. Дипломмен ауылға, сериалдарды қарауға, одан қалса кешкісін өсек айтуға. Аппақ келін, ақ келін, қала жақтан ақ келем, мұндай туфли киіп өскен ұзын қызды ақ келем. Ал мұндайды кимеген бұйырса мен кигізем, йогурт чипси орнына божо премза жегізем. Осы түйенің еті мен өркеш майын ұнға батырып, бүйенге салынып пісірілетін Маңғыстауда кең таралған тағам. Ойбай, бұжыны ғой, Жұмаханның қызы Жәнипа жұмыс іздеп қалаға кетіпті. Қаладан үй табайын деп жүрді. Ауылды қыз жаным Жәнипа, жұмыс іздеп кеттің қалаға, хей қалаға, жұмыс іздеп қалаға, оқымаған салаға, қала жақтан не хабар, айтшы Жәнипа. Кеттің ғой сол ауылдан, қашып ыды шудан, қар жауғанда таң атпай, келем қағудан. Аппа келін, ақ келем, бір ауылдан ақ келем, құртырымшық жеп өскен қара қызды ақ келем. Қой сойғанда ішегін аршыған қыз ақ келем, бау-бақшада жоңышқа орған қызды ақ келем. Жоңышқа шеқарын құртырымшық Жәнипа. Айтарым бар қазақ қыздары да, қиындық жоқ бүгін ауылда, хей ауылда. Кір жуатын машина, тігетін де машина, ыдыс аяқ жуатын ол да машина. Газың да бар ауылда, ысы су да ауылда, енді сізге қалғаны бала тума. Камила мен Сабина, Лариса мен Амина, Айнура мен Жанара, Айгүля мен Тамара, Динара мен Мәдина, Жазира мен Назира. Не істеп жүрсің қалада, қайтыңдар жүр ауылға. Жалғастырайық, Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. Бір әуендік сайыстың тақырыбы ауылдағы хит. Сонымен сәл көздеріңізге елестетіңіздер. Ауылда мектепте 11 жыл бірге оқыған балалар қалаға барып, ауылға қайта оралып, әңгімелерін айтуда. Нөмір 4-ші үй, көк забор. Қалайсыңдар? Аманжан әңгімені айтып. Әңгімемді бастайын, Батыстан мен боламын, армандағандай келінді Шымкенттен мен аламын. Той біткенде толтырып сарқыт алатын, тәулік бойы тоқтамай сәлем салатын. Сенің ойың бізге ұнамайды, қалың малды олар көп сұрайды, әр сөз сайын өлә-өлә дейді ол саған. Түсінбей не зәт дейсің сен оған. Абылай өзіңде не жаңалық, шайдан алып отыр. Мен айтайын, не? Барлығыңа белгілі, большевикте тудым. Большевик? Ол қай жақта? Айттым о бана сәлемдесуде. Баскетболдың добы мен, футболды мен қудым. Екі тастан жасалған қақпада тұрдым. Себебі менің жасым ең кішкентай болды. Сенің сөзің бізге ұнамайды, құрдастарыңмен неге ойнамадың? Қасыңда біз болғанда ойнамадың
ойнайсың сен 79-80-дер жүр ойнап сен мен. Бека, мынау не дейміз енді? Мен әнші болғым келіп жүр, өлеңдерді көп айтам, халықтарды жинап ап, мен ән айтам. Ұйқастарым күшті менің, гитарада ойнай алам мен, сол гитарада ойнайым. Білем, сендер маған түк айта алмайсыңдар, себебі менің әкем ауылдың әкімі. Сендердің жындарын ұстап тағы да билейм мен, түсіңдер ма? Билеңдер, жөндеп биле, мүлдем билей алмайсыңдар. Айтас қаладан кет. Оқуымды бітіріп қаладан мен келдім, дипломменен ауылда жұмыс істеп жүрмін. Қала жақсы болса да қимайым туған ауылды, ауылдан мен үйрендім отан сүюді. Ауыл, ауыл, ауыл алтын бесік, жастық шағын қайта айналып келмес. Туған ауылға жетпейді ешбір қалалар, күтіп жүр ғой ауылда ата-апалар. Қымбатты көрермендер, ауылға барып тұрайық. Ол жақта да бізді күтіп атқандар бар. Қазақ ұлттық университетте келесі кездескенше. Бір әуен аясында Қорқыт құрамасы Қызылорда. Құрметті достар, бір әуенді сайыста біз өзіміздің туған жеріміз, сүйікті қаламыз Қызылорда жайлы ән шырқайтын боламыз. Қызылорда жақсы қала күлгенге, біздің жолдар ендігі жол ғой жүргенге. Бүйректегі тасымызды түсіреді, машинаны мініп алып жүргенде. Болады ма бізде детал жоқ деуге, 5 алтауын отырғыздың өткенде. Таксилер мен тамадалар бірақ та, талдардан көк кетеді көктемде. Болады ма бізде футбол жоқ деуге, футболшылар ойнай алады топпенде. Астанадан бірақ шығады Қайсардың, ойыншысы қақпаға доп тепкенде. Сырдың елі батырлардың мекені, Қом көліне Қытай келсен етеді. Қом көліне келе берсін Қытайлар, ертең олар Аққұдай боп кетеді. Болады ма сұлулықты жоқ деуге, сырдың елі жаңаруда көк деуде. Сырдың сұлу қыздарына таң қалды, Араш менен Айсел келіп кеткенде. Болады ма бізде батыр жоқ деуге, сырдың елі байқалып қой тектерге. Қазақса да айтпасақ та мықты ғой, Иля шыққаны да жетпей ме? Достар, қазақ сөзін бұлай оқсаң да қазақ, бұлай оқсаң да қазақ. Ана сөзін бұлай оқсаң да ана, бұлай оқсаң да ана. Нан сөзін бұлай оқсаң да нан, бұлай оқсаң да нан. Қызылорда сөзін бұлай оқсаң да Қызылорда, бұлай оқсаң адырлатсақ па бірдеңе. Достар, бірақ дегенмен Қызылорда біз үшін ыстық. Ыстықтығы соншалық қыста майкымен жүреміз. Сырдың елі сұлулықтың әлемі, тақыр жерде біздер үшін әдемі. Сыр алаштың анасы деп мақтаған, керек десең елбасының дәлелі. Сырдың елі жаңаруда көктеуде, дамып өсіп алға қарай беттеуде. Қызылорда деген сөзді оқыңдар, танымай қап жүрмеңіздер өткенде. Сырдың елі жаңаруда көктеуде, дамып өсіп алға қарай беттеуде. Қызылорда деген сөзді оқыңдар, танымай қап жүрмеңіздер өткенде. Рахмет! Дарын.kz Павлодар.
үшін мына мен қаласаңдар күні түні қора жақта қонайын сиырларым жырғат барым қымбат бәрің сен деп өтер күнім атар таңым алақаным сипамаған ардағымда өзіңсің ақ сүттерің аямаған арманымда өзіңсің сені сауған даяршының қуанышы мол болсын қазылардың ақ сүттері таусылмаған көл болсын Сиыр сауып біткеннен соң біздің әйелдеріміз қарапайым ауылдың тойына көшеді екен. Көрші ауылдан қыз түсірді Сәрсенбайдың баласы тойға келді ауылымның әнші ақындарасы көршілері сыйға тартқан қара түсті бүкті ғой Сәрсенбайдың қойларының біреуі боп шықты ғой той басталды мас қой бәрі дос қой бәрі төбелесіп кетті жас пен кәрі жұдырықпен аялаған бет аузыңды басыңды күш қуатын аямаған екі жаққа шашылды еркектердің төбелесі біткеннен соң артынан әйелдердің бәйгесі де басталды ғой ортадан қалауымды сақташы қалыңды қасына аузы ашық әйелдер ғой ештеңені алмайды ал негізі осындай той күнде болмайды той таяды жұрт қайтады сөз айтады ең қызықты көрініс той аяғы ауылымның әйелдері жау алып жаулығын түк қалдырмай шайханада алып кетті барлығын қуырдақ пен шоколад торт шайналуда түсімде қортылғанда катастрофа орнайды ғой ішімде ауылым мені өскен жерім асқар белім сенсің әнім менің сәнім менің алақандай аялаған ардағымда өзіңсің ақ тілегім аялмаған арманымда өзіңсің сендегі жас кәріміңде қуанышы мол болсын қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын той болсын командалар ортаға ұпай сандарына кезек береміз. Бір әуен аясында жоғары балл 4 ұпай. Медунивер Семей 4, 4, 4, 3, 4. Барыстар Ақтау 4, 4, 4, барлығы 4 ұпай. Дарын Кезет Павлодар 4, 4, 3, 4. Әдем Ақтөбе 4, 4, 4, 3, 4. Күлтегін Астана 4 ұпай. Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы 4, 4, 4, 3, 4. Бәрекелді. Қорқыт құрамасы Қызылорда барлығы 4 ұпай. Тек қана қыздар Алматы барлығы 4 ұпай. Бүгінгі сайыс туралы қазақ алқасын пікірін білсек. Мәдима Аттек. Мені бүгін таңғалдырған команда Күлтегін. Сапалы ойын көрсетті, жақсы дайындалғандары көрініп тұр. Мынау барыстар, қашанда мен барыстарға жеке жанкүйермін. Барыстардың ән айтқанда да дауыстары қойылған. Сен тұр мен айтайын деген жігіттер келең сахнаға шығудан қорықпайды. Мынау енді өмірдің қызығы ауылда, әңгіменің қызығы да шыжығы да ауылда. Осы жағынан келген кезде менің ойымша бүгін оқ бойы озық шыққан мынау Қызылорданың Қорқыт құрамасы.
біз өзіміз келіскен едік, КВН-ді болашақта Жайдарман деп атаймыз деп, осы сахнада қорықпай айтып шыққан Жайдарман, аңызға айналған дегенде, осы қорқыт командасы сөз саптауы, сабақтауы, ойды өрбітуі бәрі жақсы. Мына бокста айтады, бапкерлер соққымен кіріп, соққымен шық дейді. Мына қорқыт құрамасы әзілмен кіріп, әзілмен әдемі шығып жатыр. Мұрат Әбенов. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, басы қатты болса, аяғы тәтті болады дейді. Бірақ басы дәл осындай керемет болса, жылдың аяғы қалай болатыны белгісіз, енді одан да керемет болады деп есептеймін. Өте жақсы ойын болды. Маған ерекше ұнағандары енді ең көп күлген бүгін қыздардың командасы. Өте керемет, тек қана қыздар. Мынау көктем күндері қыздар әдемі бастады ғой деп есептеймін. Айбек Қалиев. Дүниеде кез келген құбылыс, кез келген зат үнемі қозғалыста болады. Ол қозғалыс не алға қарай, не кері қарай. Ал енді бүгінгі ойын қазақ КВН-нің қозғалысты екенін көрсетті, және алға қарай қозғалып бара жатқанын көрсетті. Рахмет сіздерге. Бір әуен аясында ортақ ұпай сандары. Медунивер 3,8, Барыстар Ақтау 4 ұпай, Дарын КЗ Павлодар 3,8, Әдемі Ақтөбе 3,8, Күлтегін Астана 4 ұпай, Қазақ ұлттық университетінің құрамасы 3,8, Қорқыт құрамасы Қызылорда 4 ұпай, тек қана қыздар 4 ұпай. Рахмет. Енді қымбатты достар, ойынды қорытындылайық. Жалпы бүгінгі 8 команданың 5-еуі тікелей ширек финалға жолдамалады. Жалпы саны 12,2, Дарын.kz Павлодар. Жалпы саны 12,6, Медунивер Семей. Жалпы саны 13,2, Әдем Ақтөбе. Аренді тікелей ширек финалға жолдама алған командалар. 14 ұпай, Барыстар Ақтау. 14 ұпай, Күлтегін Астана. 14 ұпай, тек қана қыздар. 13,8, Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. Және бүгінгі сайыстың ең жоғары балын алған Қорқыт құрамасы Қызылорда 15 ұпай. Қымбатты достар, алғашқы ойынның аяғына келіп жеттік. Баршаңызға рахмет. Жайдарлы Жайдарманның ойындарында кездескенше сау саламатта болыңыздар.